Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінің оқытушысы. Мен Тапжанова Гүлсім Серікбайқызы. Бүгінгі өтілетін сабағының тақырыбы құрастырылған бұйымдар құрастыру сызбасы туралы жалпы түсінік сипат тізім. Құрастыру сызбасы дәріс сабақтың мақсаты құрастырылған бұйымды оның құрамына енетін тетік бөлшектерді және олардың біріктіру тәсілдерін көрсетіп үйрету. Дәріс сабақтың жоспары құрастыру сызбасы туралы жалпы түсінік сипат тізім, құрастыру сызбасын орындау ережелері және эскиз. Енді өткен тақырыпқа оралатын болсақ, өткен тақырыпты еске түсіріп өтейік. Яғни біз өткен тақырыпта сызулардың атауларын өткен болатынбыз. Яғни сызу атауларының 7 түрі бар. Ол бірінші тұтас жуан негізгі, екінші үзілме, үшінші тұтас жіңішке, төртінші нүктелі үзілме жіңішке, бесінші иреп, алтыншы үзік сызық, жетінші қос нүктелі үзілме сызық. Яғни сызықтардың түрлерімен танысқан болатынбыз. Яғни бүгін құрастырмалы сызбалар дегеніміз бірнеше тетіктерден тұратын бұйымдарды құрастырмалы сызбалар деп атайды. Құрастырмалы сызба деп құрастырмалы бөліктердің кескінін қамтитын өзара біріктірілген құрама бөліктердің орналасуы мен байланысы туралы түсінік қалыптастыратын және құрастыруды, құрастырмалы бөлікті бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін құжатты айтады. Құрастырмалы сызбаны оқу дегеніміз бұйымның пішіні мен құрылымын елестету, оның міндетін, жұмыс принципін, құрастыру ретін түсіну, сондай-ақ тетіктің берілген құрастырмалы бірліктегі пішінін айқындау деген сөз. Яғни құрастыру сызбаларына тетік бөлшектерді ықшамдап, шартты түрде кескіндеу кең түрде қолданылады. Құрастыру сызбасын оңай әрі жылдам сызу оқу үшін стандартқа сәйкес шарттылықтарды ескеріп қолдана білу керек. Құрастырылған бұйымның құрастыру сызбасындағы кескіндерде оның барлық тетік бөлшектері біріктірілген қалпында көрсетіледі. Яғни құрастырылған бұйымның кескіндері тетік бөлшектерді кескіндеу, оларды кездескен ережелерге сай тұрғызылады. Өзара перпендикуляр жазықтықта тік бұрыштап проекцияланады. Яғни үй тапсырмасына сызба нұсқасын сызып келу, құрастырма сызбасын сызып келу. Ендігі үй тапсырмасын бақылау сұрақтары. Құрастыру сызбасында жалпы қанша таңдау бар? Екінші, қандай таңдауларды білеміз? Үшінші, құрастыру сызбасы туралы жалпы не түсіндік? Осыған жауап береміз. Құрастырма сызбасы туралы сызба нұсқасынан сызып келу.